Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде сауатташу сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы о дыбысы және әрпі. Сабақтың мақсаты о дыбысы мен таңбасымен танысу, сөз, сөйлем құрау дағдыларын дамыту. Дыбыстар нешеге бөлінеді? Әріп дегеніміз не? Балалар, мына суреттегі заттардың бастапқы әріптерін табайық және атайық. Кәне балалар, ойын ойнайық. Бұл ойын не артық деп аталады? Балалар, мына суреттің ішінде қай зат артық деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Бұл суретте артық зат алма, өйткені ол жеміс, ал басқалары ойыншықтар. Ойыншық сөзінде бірінші қандай дыбыс естідік? Дұрыс, о дыбысы. Ендеше балалар, о дыбысын айтып көрейік. Қалай айтылды? Тамаша, созылып айтылады. Демек, о дыбысы дауысты дыбыс. Балалар, қазір топпен мына тапсырманы орындайық. Суреттегі заттарда о дыбысы қай жерде тұр, соны табамыз. Яғни, орнын ойыны. Керемет, балалар, сендер бұл тапсырманы тамаша орындадыңдар. Балалар, енді о әрпін алдымен ауаға, сосын дәптерге көркем етіп жазайық. Қолымыз шаршады ма, балалар? Ендеше кішкене сергіту жаттығуын жасайық. Балалар, мына келесі сөздерге дыбыстық талдау жасайық. Отан, торғай, тон. Ал балалар, кім маған мына буындарды оқып бере алады екен? Жарайсыңдар балалар. Енді балалар, мына өтілген дыбыстарды екі топқа бөлейік. Дауысты дыбыстарды қызыл үйшікке, дауыссыз дыбыстарды көк үйшікке орналастырайық. Керемет, балалар, сендер бұл тапсырманы тамаша орындадыңдар. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар.